Қырықбай және Дәурен Нұралиновтың арасындағы бәсеке. Шығыстанда, Жамбыл облысында да Қазақстан барыстары шыққан. Ал енді байқайық, бұл финалдық сын. Екеуі де абайлап күреседі. Жағыға жармасып алғанын көріп отырсыздар. Дәурен Нұралиновтың тіп-тіке тұрғанын көрдік. Ғалымжан Қырықбай кішкене қолын созып барып жармасқан жағаға. Әзірге 30 секундтай уақыт тек бір-бірінің аңдысын аңдумен ғана өтіп жатқанын көріп отырмыз. Аңдыған алмай қоймайды дейді қазақта. Бүгін қайсы жеңсе де Қазақстан барысы турнирінде жаңа есім шығатынын айттық. 7-ші Қазақстан барысын бүгін аты таныс болады қалың көрерменге. Қазақстан барысы атану деген ол жалпы мына Қазақстандағы бір жұлдызды спортшының біреуі болу деген сөз. Бүгінде Қазақстан барысының казахская олимпиада так даже можно назвать. Қазақ күресінен олимпиада ойындары секілді ғой, расымен де өте дұрыс айтасың. Қазақ барысын жеңген жігіттің әлем барысы да болуға, Еуразия барысы болуға да мүмкіндігі жетеді, қауқары жетеді. Мінекей қазір Дәурен Нұралиновке қарсы Қырықбай Ғалымжан жағасынан сілкілеп барып әтіс жасауға кіріскісі келіп еді, алайда ол әрекетінен денеге де шыққан жоқ. Енді екеуі ұстасып тұрғанына 1,5 минут уақыт болды. Әлде ұстасып тұр, бірақ ұрысқа баратын түрлері жоқ. По антропометрическим данным, Кырыкбай повыше своего соперника на 9 сантиметров и тяжелее на 4 килограмма. Но визуально все-таки кажется, как будто бы Дәурен Нұралинов крупнее своего соперника. Почему так это происходит, не совсем понятно. На 3 года старше жамбылского спортсмена. Да, Дәурен Нұралинов. Міне қазір әдіс. Бірақ әдіс нәтижесіз бекен, әлде Бүгіпай ма? Бүгіпай. Бросает Кырыкбай. Есть оценка. В таких ответственных решающих поединках такая оценка и может стать победной, решающей. Енді Бүгіпай мен былтыр Кырыкбай Қазақстан чемпионаты өтті ғой. Сол кезде Қазақстан чемпионы болды. Финалда Айбек Нұғымаровты Бүгіпаймен жеңген бұл жігіт. Бүгінде Бүгіпай мен Дәурен Нұралиновтен басым болып Қазақстан барысы атануға болады. Ал Қазақстан барысы дейтін атақты иелену мақсатында кез келген ұпаймен жеңсе де ол адал жеңіс, нағыз жеңіс болайын деп тұр қысқасы. 1,5 минут уақыт бар. Бұл жігіттер 2 минуттай ұстасып тұрды. 2 минут ұстасқанның нәтижесінде бір ғана ұпайды иеленді. Тағы да 2 минут ұстасып, осы бір Бүгіпайдың нәтижесінде, аян шынымен де өзің айтпақшы, Қырықбай Қазақстан барысының 10 жылдығында 7-ші Қазақстан барысы атануы мүмкін. 1 минут 10 секунд уақыт қалды. Әрбір секунд санаулы сынаптай сырғып өте шығады. Міне қазір. Ответил здесь Нұралинов. Тура сол әдіс. Один в один, да, зеркальная ситуация. Сол сценарий, сол қайталанып жатыр. Тағы да секіріп барып, аяқтан теуіп, тірсектен теуіп құлатты. Және 1-1. Қазақстан барысы 2021 кім атанар екен? Дәурен Нұралиновтың жағасын ұстаған кезде Қырықбай қолын үстіп тастағысы келді, бірақ кәдімгі тас болып жабысып қалған ғой. Сондықтан сон білекті Дәурен Нұралинов және Қырықбай екеуі де. Пытался повторить свой же прием Кырыкбай, не удалось, сорвалась атака. Бір-бірінің әдісін қайталап жатыр. Енді аян қараш, жаңа ғана осылай Қырықбай бірінші Бүгіпайын алды осы әдіспен. Одан кейін Дәурен Нұралинов дәл сондай әдіс жасап бір Бүгіпайын алды. Енді демек Дәурен Нұралиновтың кезегі сол әдісті жасайтын. Егер өтіп кететін болса, онда қуып жете алмай қалуы мүмкін. Да, уже мало времени остается. Ну, что еще удивляет, Қайырхан, то что оба природные супертяжи, оба тяжелые, но скоростя у них у того и другого очень высокие. На скоростях они великолепно отрабатывают. Жылдамдықпен күшті бір арнаға тоғыстырмаса дәл осындай күрес шығармайды. Қазақстан барысының финалына жайдан жай шығып жатқан жоқ. Бұл Қазақстан барысы турнирінің 2-ші орын иегері атануда оңай шаруа емес. Міне қазір екі балуанда бір-бірінің қолы айқасып өту керек, яғни екі балуанға теңдей мүмкіндік берілу керек. Бұлай бірі қолы сыртынан, бір қолы ішінен өтеді. Сондықтан қазір төрешілер мұқият қарап, белбеуге дұрыс, яғни беренге дұрыс қолдарының қарсы тұрып ұстасқан және ортада болғаны маңызды. Қазір баста дейтін төрешінің белгісі берілді. Және бұл тамаша мүмкіндік. Және бірақ өзі түсіп қалды Қырықбай. Какой момент. Дәурен Нұралинов
Қазақстан барса 2021. Тамаша. Әдемі жеңіс аяқ. Как можно так вот великолепно пройти весь турнирный путь, имею в виду Галымжана Кырыкбая, и вот такая вот ошибка стоила ему самой главной награды и звания Казахстан Барысы.